Қызылорда қаласының шел жағының панасы болған, Нағи Ильясов ауылының данасы болған, Баймұрат ауылына қамқорын төгіп, дарасы болған ер Ринат Нағиұлы еді. Әр дәуірге лайықты кемеңгер адамдар өмір сүреді. Ал сыр елінің тарихында болмысы бөлек, мінезінің байлығымен, терең білім, ақыл парасатымен дараланған ұлы жан өмір сүрді. Осындай ұлы кісінің ұлылығы кейінгі ұрпаққа үлгі болуы керек. Қандай іс болмасын, парасатты да әділ үлкенмен де, кішімен де, тіл табыса білетін өте қарапайым, кішіпейіл абзал азамат, бүкіл болмысымен баршаға жанашыр қамқоршы, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, биік деңгейдегі қайраткер Ринат Ильясовтың ел алдындағы еңбегі бағаланып, көптеген мемлекеттік наградалармен марапатталған. Ринат ағаның сыртқы сәніне, ішкі мәдениеті сай келетін. Саналы ғұмырын туған жеріне, оның жайнап көркеюіне арнаған тумысынан адал, жастық жалынын, күш қайратын ауылдың дамуына арнаған құрметті аға болып, мәңгі есте қалады. Өзіңізді сағындым расыменен, бұл өлең, сағынышты басу өлең, қаламымды қайғыға малып қойып, өлең жаздым көзімнің жасыменен. Адал абырой, еңбегі асқақтаған, жас кезден құмарланып жаттап қалған, түбекте Нағи ұлы Ринат Ильясов, Баймұрат батыр атын бастау алған. Ұлы дүбір, жер үсті, аспан асты, жетістік Баймұраттың бас таңбасы, жақсы жан, игі іске болған жақсы, болған ең озаттардың бастамасы. Дидарыңыз жарық күн, ұлы адамсыз, қазақ деген халықтың, талайлардың дауылына сынбаған, өзіңізді бәйтерегі тарихтың. Өшпейді, өлмейді ұлы еңбек, елің барда мәңгі бақи еленбек, Баймұрат батыр бабам деп тер төгіп, сіңірдіңіз жан аямай көп еңбек.